өтіп келе жатырмыз. Соның ішінде бүгін біз ғарышкерлерге тоқталамыз, балалар. Бізде қолында сурет берілген, кімдерді көріп тұрмыз? Бейбарыс? Орнымыздан тұрып айтамыз. Алаш ғарышкерлер. Тоқтар Әубәкіров, Айна Айметов, Талғат Мұсабаев. Талғат Мұсабаев, жақсы. Ең алғаш қайсы ғарышкер бірінші ұшты? Тоқтар Әубәкіров, екінші? Айна Айметов. Талғат Мұсабаев үшінші болып, Айна Айметов ұшқан болатын. Енді осы үш ғарышкердің ішінде біз бүгін Тоқтар Әубәкіровке тоқталатын боламыз. Жалпы Тоқтар Әубәкіров сіздерге өмірбаяны туралы айтып өтейін. 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысында дүниеге келген екен. Көптеген ордендермен марапатталып, халық қаһарманы атағын алған болатын. Және қазір видеоролик қосайын, сол жерде толық мәлімет берілген екен. Барлығымыз бірге көрейік. Осы айтулы күнге орай әзірленген бейнематериалдан дәл қазір назарларыңызға ұсынамыз. Облыста Теміртаудағы құйма механика зауытында толтырып болған бала жігіттің есімі кейін құрмет кітабына алтын әріппен жазылды. Кішкентайлығымнан өзім ағаштан жұмыс жасаған істейтін. Мынау ауылда бірінші планерді өзім жасап жүрген ауылда мен болады. Өзім жасаймын, ешқай жерде істеген жоқ. Қазір уақытта магазинге барып сатып аласың, содан оны кредит етіп жібере саласың. Тоқтар кітабына есімі тіркелген Тоқтар Әубәкіров туралы Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер авиация генерал-майоры Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы 25 шілдеде Қарағанды облысының 1 Май ауылында дүниеге келген. Әкесінің ерте айырылған, шешесі мен апасының тәрбиесінде болған. Ал әкесі Оңғарбай мен анасы Кәмила ұста болған адамдар. Түптеп келгенде ол кісі қаз дауысты Қазбек бидің ұрпағы болып табылады екен. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. Болашақ ғарышкер мектептің 8 сыныбын аяқтап, Теміртау құйма механика зауытында токарь болып жұмыс істеді. Бұл жылдары Юрий Гагарин адамзат тарихында алғаш рет ғарышқа ұшып, бүкіл әлемді таңдандырды. Мыңдаған балалар оның ерлігін қайталағысы келген, солардың қатарында Тоқтар да болды. Өз арманын іске асыру үшін 1965 жылы Армавир жоғары әскери авиация мектебіне оқуға түсіп, оны 1976 жылы бітірді. Содан кейін мамандығы бойынша Улан-Удэ авиациялық зауытында және Микоянның конструкторлық бюросында ұшқыш сынаушы болып қызмет атқарды. Жұмыс барысында 50-ден астам ұшақтың түрін игерген. 1988 жылы Ми-31 ұшағымен тұңғыш рет солтүстік полюске рейс жасады. Ал 1989 жылы Ми-29 авиатасымалдағышын әуеге көтере алды. Осы еңбектері үшін Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Жақсы балалар. Видео кім туралы екен? Тоқтар Әубәкіровтің өмірбаяны жайлы айтылған екен. Қай жылы ғарышқа шыққан екен? 1991 жылы 12 сәуірде алғаш рет ғарышқа ұшқан екен. Содан бері балалар қазір 12 сәуір бізде ғарышкерлер күні деген мерекемен тойланып келе жатыр. Жалпы Тоқтар Әубәкіров осы ғарышқа ұшу үшін алдымен ұзақ уақыт дайындалған екен, балалар. Неліктен дайындалды деп ойлайсыздар? Айта қоймаңыздар. Ғарышкер олар мықты және ақылды болды. Ұзақ дайындалды. Өйткені ғарышта салмақсыз болады. Сондықтан оған дайындалу керек болды. Мысалына байланысты көптеген спорт жаттығуларын жасаған болатын. Бейбарыс айта ғой. Тоқтар Әубәкіров ұзақ дайындалған, өйткені
сосын дайындалу керек. Және жоғарғы білімі болу Иә, қажет. білім болу керек, ақылды болу Осының керек. алдында ол әскери авиация университеттерінде және көптеген жоғарғы оқу орындарында білім алған екен, иә. Мына жасылдың ішінде бізде мәлімет берілген екен. Оқып көре ғой. Кәні? Кім оқиды? Димаш оқиды. Әрдайым көкке ұмтылған адам баласы ерте замандардан-ақ ғарышқа ұшуды армандады. Ақыл ойын кемелденіп, техниканың қуаты дамуы бұл арманның орындалуына жол ашты. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Содан бері тәуелсіздік күні зор салтанатпен аталып өтіледі. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарышайлағын тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Қайсысы таңдай ғой? Тақтамыз көрініп тұр ма? 7-ші ұяшық. Айын Айымбетов ғарышқа нешінші болып ұшты? 3-ші. Жақсы, отырады. Келесі? 1-ші ма? Қазір бізде мынау алыс түр балалар кетірді. Ғарышқа алғаш ұшқан қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Кел, 3-ші Бейбат. Сау бол. Иә, Бейбат болыстан кейін. Бейбат шақтыш видеоға. Ал таңдай. Қанша? Кімдер ұшты? Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айын Айымбетов, сосын Юрий Гагарин ұшты. Жақсы. Димаш келе ғой. Бізде келесі сұрақ Димашқа. Жоқ, мынау келесі сұрақты мынау сұрақтандай. Қазақстанда ғарыш айлағы қай жерде орналасқан? Қазақстанда ғарыш айлағы. Байқоңырда дұрыс. Жақсы, Димаш. Келесі Ақжан ба? Сонда.